мынау 18 ғасырдың бірінші жартысында 30 жылға таяу жаңа айтып өттім, кіші жүз қазақтарының ханы болған әйгілі Әбілқайырдың хандық қызметі туралы емес бүгінгі әңгімеміз. Біздердің бүгінгі әңгімеміз оның кіндігінен тараған, өне бойынан ән мен күй төгілген өнерлі әулет туралы болмақ. Әбілқайырдың тұңғышы Нұралының 30 жылының ішінде әсіресе Бөкей, Шығай және Қаратай ұрпақтарының саз өнері саласында алатын орны ерекше. Аталған үш ханнан иісі қазаққа белгілі аузымен құс түстеген әншілер мен күйшілер тараған. Бұл әулеттің өнер дарыған ұрпақтары хақында ғалым академик Ахмет Жұбанов, профессор Ақселеу Сейдімбек, зерттеуші журналист Тілекқабыл Боранғалиұлы тағы басқа авторлардың қалам тартқаны белгілі. Енді Әбілқайырлы Нұралының Бөкей мен Шығайдан тараған өнерлі ұрпақтарына тоқталып өтейік. Дәулеткерей, мысалға Құрманғазының күйлері кілең көк шашқан, түрмеден қашқан, кісен ашқан, кілең жаңағы күрес, аттың үстіндегі жаңағы дауыл, кәдімгі соғыс, осы сондай сасырлатып күрсілдетіп келетін болса, Дәулеткерей деген кәдімгі 5 қабат көрпенің үстінде жаңағы домбыраның биязы үнін шығарып, жаңағы мынау нәзік сезімнің күйі, нәзік сезімнің, нағыз кәдімгі сол нәзік сезімнің жүректен қылын шертетін лирик болды. Ал бірақ бұл тек қана лирик болған жоқ, бұл кәдімгі мұның жігер деген күйі, мысалы Дәулеткерейдің Топан деген күйі, ол күйлер мынау драмалық кезеңі басым бұл күйлердің. Ал бірақ негізінен Дәулеткерей лирик. Ол мынау ордадағы сұлу қыз келіншектердің музыкалық портретін жасаған. Оның күйлері жаңағы кілең Қосалқа, Қызақ желең, Жеңгем сүйер, Керілме, Қаражан ханым, Көркем ханым, солай келеді. Бұның күйлері кілең жаңағыдай лирикадан келеді. Дәулеткерейдің күйлері бізге оның тұстасы Әрекей, баласы Салауат Керей, олардан бері келе Масқар, Дина, Науша және Махамбет Бөкейхановтар арқылы жетті. Дәулеткерей мұрагерлері арасында үздік күйшілердің бірі Науша Бөкейханов. Бұл да сол түрі мектебінің көрнекті өкілі ғой. Көрнекті өкілі болғанда, әрине көрнекті өкілі ол біріншіден, екіншіден бұл да тікелей хан тұқымы. Хан әулетінен тарайды. Ол Бөкей ханның Әділ деген ұлынан туатын Мырзакерейдің баласы. Науша 1870 жылы Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында дүниеге келеді. Дәулеткерейұлы Салауат Керейдің шәкірті. Фольклоршы Александр Затаевичке 20-дан астам қазақ күйлерін жаздырған. Сондай-ақ Құрманғазы оркестріне 30-дан астам күй тапсырған. Науша 93 күйді бір-бірімен шатастырмай тартып отыратын еді. Оның 50-ден астам күйі Дәулеткерей күйлері болатын деп отыратын ұстазымыз Ахмет Жұбанов. Енді Байжұма бұл күйді кезінде Батыс Қазақстан өңірінде Наушадан асырып ешкім тарта алмапты. Сондықтан да Наушаның Байжұмасы деп аталып кетіпті. Дәулеткерейдің күйі Байжұма халықтың арасында Наушаның Байжұмасы болып кеткен. Солай болып кеткен. Қазір енді сол Байжұманы тыңдап көрейік. Дәулеткерейдің күйі Байжұма.